Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай королевский развалины немесе черепаха тортын жасаймыз. Өте оңай әрі өте дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен 6 жұмыртқамызды жарып, және кішкене тұз қосып, шекерімізді салып, жақсылап ақ көбік болғанша миксерлейміз. Әбден осылай 10 минуттай миксерлеп болған соң құрғақ заттарымызды саламыз. Какаоны және разрыхлитель ұн үшеуін електен өткізіп саламыз. Құрғақ заттарымызды салып болған соң жақсылап тағы да араластырып миксерлейміз. Миксерлеп болған соң сүтімізді және сұйық майымызды құйып тағы бір рет араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут, 20 минут пісіріп аламыз. Екіге бөліп, бұл қамырды екіге бөліп пісірсеңіздер де болады. Мен сондай барлығын бірге пісірдім. Екіге бөліп пісірсеңіздер, қорждарыңыз жіңішке болады. Енді кремін жасаймыз. Менде 20% қаймақ 500 грамм, одан кейін сахарная пудра 100 грамм және сгущенка 1 банка. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне бисквитіміз дайын болды. Енді осыны 4 бұрышты немесе ромбиге етіп кесіп аламыз. Мен ромбиге етіп кесіп алдым. Кесіп алған бисквиттерімізді кремімізге аунатып, осылай тарелкаға саламыз. Міне барлығын салып болған соң, өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Менде ерітілген шоколадпен бетіне осылай жағып шықтым. Және әдемілік үшін осылай құлпынаймен әсемдесеңіздер болады. Міне өте оңай әрі дәмді, қонаққа да қоюға болатын тортымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Менің каналыма подписаться етуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда тағы да көптеген видео рецепттердің видеолары бар. Кіріп көрсеңіздер болады.